Акшамар хайыр декабрьнан 18-ы Жума күні эфирде заман Қырым ве дүнияда олған хаберлерінен таныш етмеге азырмы студияда сілерімен Шевкет Наматулаев селямлайым. Вақыт Қырым татарларынан янындамыз. Түркия еті Киевде Қырым татар халқының лидері Мустафа Джемилев, Меджлис рейсінің муавина Ахтем Чейгоз ве халқы депутаты Рустем Умеров или Корошты. Түркиянан тышышлері Назира, Мевлют Чаушоғлу ве Мудафа Назира. Хулусиакар Түркия Қырым ишғалыны танымай жағыны ве вақыт Қырым татарларға қол тұтажақларына білдірді. Мечбури көчкен Қырым татарлар үшін Анкара дестегі или Бин квартира Киевде Жума Жами ве Украина бойынша Медениет меркезлері құрылмасына музакер еткенлер. Қырым татар халқының лидері Мустафа Джемилев қайдеткенне көре Қырым татарлар үшін мескен құрылмасы меселесінде президент офисінің ел басшылығынен аңлашмамазлық бар. У нас и у офиса президента, а точнее с его главой офиса Ермаком противоречия. Они настаивают на том, чтобы вот это жилье преимущественно строилось в Херсонской и Николаевской области, а мы говорим, там практически нет крымских татар. И самое большое число крымских татар у нас живет в Киеве, где-то около 10 тысяч. Там еще во Львове есть, Винница, Харькове. Мы планируем, что в основном упор делать на Киев, а также по 5 городам. Это Харьков, Одесса, Киев, Львов, Днепро. Вот по этому вопросу мы не можем найти общего языка, хотя турецкая сторона наших предложений считает наиболее разумными, наиболее правильными, более отражающими интересы вынужденно переселенных наших соотечественников. Қырым татар халқының векіллері Түркия сияси мабуслері азат етілмесінде ярдымжы олажағына ве Анкара парламентлер ара Қырым платформасы ассамблеясына қошылажағына умот беследі. Бұне бәрібер Түркия президенті Реджеп Тайып Эрдоғанға Қырым платформасына ислам девлетлері желп етілмесі режасында бұлынғанлар. Мустафа Джемилев хабар еткенне көре Түркия тарафыны не себептен Украина президентінің офисі Меджлиснен ишбірлік япмағанынен мерақланған. Мустафа Джемилев бұл меселені Владимир Зеленскийнен Корошкинлері вақыт көтермеге чағырған. Мы еще 9 августа 2019 года на нашей первой официальной встрече, где я, все народные депутаты от крымских татар, трое, и председатель Меджлиса обсуждали и законопроекты, и вопрос уполномоченного, и о взаимодействии офиса и Меджлиса крымского народа. На все получили положительные ответы. Сказали, да, что мы вот готовы, мы это будем делать, и тишина. Вторая наша встреча, это было 18 мая этого года, годовщину, 76-й годовщину депортации. Опять подняли эти вопросы, спросили, в чем дело. Президент говорит, ну давайте создадим рабочую группу, которая подготовит окончательные варианты тех законопроектов, еще что мы хотим, там указы, все такое. И приступим к делу. Мы сразу же предложили своих людей в рабочую группу. И опять тишина. С их стороны ни рабочей группы, ни людей в рабочую группу, ни даты начала работы этой рабочей группы. Вот такой мы прострации. Турецкая сторона тоже нас спрашивает, что происходит с этими законами, почему вот у вас нет постоянных контактов с президентом, как это было при пятом президенте. Ну, мы сказали ситуацию, я говорю, вы можете поинтересоваться у них. Мы тоже сами не можем понять, в чем дело. Украина ве Түркияның тыш ве Мудафа назирлері Киевдегі тарафлама сияси телюкеслік квадрыга аңлашмасыны имзалады. Бұл Қараденіз регионында барышық меселелері музакер етілмесінің платформасы олажақтыр. Украина тышышлері назиры Дмитро Кулеба хабар еткенне көре бұл формат черчевесінде Түркия Украинаға Авропа-Атлантик интелларында ярдымжы ола біле. Питання співпраці у військово-технічній сфері, у оборонній сфері, у сфері морської безпеки, вони є ключовими на порядку денному, починаючи від поставок і спільного виробництва ударних безпілотників і до виробництва корветів. Другий елемент, про який можна говорити, це, безумовно, питання захисту прав кримських татар, це питання звільнення політичних в'язнів українських і в тому числі етнічних кримських татар за участі і за посередництва Турецької Республіки.
Русияның Женеберби махкемесі Бахчисарайда тұтылып, Хизбут Тахрир елақасы бар деп терроризмде қабатланған 5 қырым татарының давасыны бақы башлады. Имайджілер Қырымдан келген динглейджілер махкеме салонына кечірілмесіні риджада бұлындылар. Мабуслер пармақылдан чықарылмасыны ве халқара қанунлары рәйет етілмесіні талап еттілер. Ләкин рус махкемеджілері шикаетлеріні қанатлендірмеген. Нәтижеде махкеме топлашуы қапалы режимде кечірілді. Мабуслерге қол тұтмаға келгенлеріні ве ақрабасыны салондан ве атты махкеме бинасындан қувдылар. Ама махкемеджілер прокуратураның талапларыны бірден қанатлендірген. Евапсінде тұтылған Амет Сулеймановқа сыңырланов тедбірі да 2 айға девам еттірілген. Адвокат Лилия Гемиджи оңа Қырымда бұлынып видеобақ бастасынен иштирак етмесі изінні сұраған. Ләкин махкемеджі разы олмаған. Қастаулған Амет Сулейманов махкеме топлашуына Ростовға бармалы. Дава бақылмасы январынан 13 ве 14 күнлері девам етежек. Его путь состоял с 3 часов вчерашнего дня до сегодняшнего дня. У него не было возможности поспать. Учитывая его состояние здоровья, учитывая его инвалидность и сердечную недостаточность, это было крайне утомительно для него. Участвовать в сегодняшнем судебном заседании полноценно он не мог. Он постоянно опирался на руки, и было видно, что состояние его здоровья сегодня было значительно хуже, чем в обычные дни. Бахчисарайда мартының 11-інде кечірілген полис тарамалары нәтижесінде тұтылған уч қырым татары Рустем Сейтмеметов, Аға Қардаш Сейтумер ве Осман Сейтумеровларны ишгалжилер Хизбут Тахрир тешкілятына алақасы бар деп терроризм ве Русияда әкиметні көчінен запт етмейін тұлбында қабатлай. Тақиқат ярым ел дегенде екінленді. Бұдаванын дабыр иштиракчысы атырының алы барыжысы Сейтумеров оңа низбетен дава ғияби шекілде бақылажақтыры. Ахмеджетнің СИЗО елбасшылығы Казим Аметов инсаниетсіз шарайтлерде тұтылмағаныны избатламалы. Имайджи тарафы сабық сияси мабус насыл камераларда ве насыл шарайтлерде тұтылғанымен бағлы делелерін Ахмеджетнің ишгалжилер махкемесінде тақдим етті. Кечкенсіне январдан 24-інде 1,5 ел СИЗОда тұтылған сон ишгалжилер махкемесі сөзде веже Кашка давасының уч сияси мабусыны. Шусырада Аметовны СИЗОдан евапсіне чықармаға қара алған еді. Апрелінің 17-сінде есе ишгалжилер махкемесі 4 сияси мабуске уч ярым йыллы ғияби апыс мұддетлеріні белгіледі. СИЗО шарайтлері мабуслерінің сағлығына менфи тесір еткен. Мы указали в ходатайстве о камерах, в которых он содержался. Следственный изолятор подтвердил, в каких камерах содержался Казим Ака. И сейчас сторона-ответчик должна еще представить свои контраргументы, так скажем, о том, что Казим Ака содержался якобы в нормальных условиях, соответствующих санитарным нормам, соответствующих нормам освещения, отопления, горячей воды и так далее, и так далее. Екі Қырым татар фали Генический район махкемесіне чекілді. Дилебер Ягияев ве Сейтумер Абдултаировны ишгалнын шirketнің қануни ішіне кедереткенінде қабатлайлар даваны чоңғар койынды ерлешкен яқарлық нұқтасының идарежесі Надежда Аникеева башлатқан. Дава Генический махкемесінде салы күні декабрінің 22-сінде саат 9-да бақылмақ керек. Мартның 5-інде әскер жемат бірлешмесінің азалары ве қайтолмаған ерлі Қырым татар ве Украин фааллері чоңғар ерлешкен авантаж еді. Яқарлық нұқтасы янында наразылық акциясына кечірген еді. Инсанларына станция елбашысы уч Қырым татарыны ичбір себепсіз іштен бошатқаны ве ичтимai ағларда Қырым татарларға қаршы язған язылар ачулатты. Аникеева шымды Қырым татарларына кенеде сұрғын етежек Сталин олмағанына язықсынғанына білдірді. Наразылық көстергенлер яқарлық станциясына блок етіп, қадын іштен бошатылмасына талап етті. Вақия еріне полиция келіп, Қырым татар фааллеріне қаршы протокол тызды. Ләкин қадыннан әрекет ве язылары аляда тақық етілмей.
Ишгалжилернен ишбірлікчінің топрақлары ерлі жемиетке қайтарылды. Херсон вилаятының иқтисади махкемесі кира уджреті төленмегені үшін Сейтумер Неметулаевқа айыт олған чоңғар шыркеті ile олған аңлашманы тоқтатты. Арабат белінде ерлешкен 10 гектар топрақтың фияты 6 миллион гривна живарындадыр. Киралық аңлашма да 2008 сенесі 49 елға Неметулаев елбашылық япқан Геническ район мемориеті ile имзаланған. О вақыттан берлі бір капық біле кира уджреті төленмеген. Бұндан себеп Чоқырақ Стрелковай койшырасы топрақ жемиетке қайтарылмасыны талап еткен. Сейтумер Неметулаев 2014 сенесі ишгалжилерге ярдым еткені үшін девлет хайынлігі, сепаратизм ве Украина топрақ бұтынлігіне қастетуде қабатлана. Херсон вилаятында оңа айыт олған мүлк ве топрақлар апсетілді. Неметулаев өзі ишгал етілген Қырымда сақланып, Қырым бірдемлігі тешкілятына құрып Путин мақталмасынен ұғыраша. Кечкен күн девамында Украинада 12.630 инсанда коронавирус хасталығы белгіленді. 260 кіші хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. 12.866 хаста түзелген. Сағлық назирі Максим Степанов айтқанына көре, хасталық тест тарқалмасына инсанлар өзлері ичтимай дистанцияны ряет етіп ве маска тақып тоқтата біле. Хастаханелер ярыға толы екен. Ятақ ерлерінің %60 оксигеннен темен етілген. Сағлық назирі милли вакцинация планы таздықланғанына білдірді. Күтлеви ашылама февраль айында башлатылажақтыр. Бірінші оларақ Украинаға Кавакс тешебусы черчевесінде вакциналар дозасы кетірілежектір. Баш назир Денис Шмыгаль хабер еткеніне көре, Русия вакцинасындан ғайры дигер вакциналарыны бақажақ екенлер. Илк сертификациядан кечкен препаратны Украина Авропа девлетлерінен бұралажақ. Україна отримає вакцини не пізніше, ніж їх отримає Європа, доступ до вакцин. Це добровільна справа. Вона буде паралельно проходити план вакцинування безкоштовний за рахунок держави тих груп, які визначені, в тому числі за рекомендаціями Всесвітньої організації охорони здоров'я. Також паралельно це буде комерційний продукт, який кожен бажаючий зможе купити і отримати це щеплення у відповідних кабінетах або у відповідно облаштованій інфраструктурі. Ишгал етілген Қырымда есе коронавирусқа ұғыраған инсанлардан сайысы артмаға девам ете. Кечкен күн девамында 436 ковид хастасы белгіленген 9 кісі хасталық ағырлашмасы нәтижесінде вефат еткен. Бұл ишгалжилер акимиетінің ресми статистикасыдыр. Бұл саат қазір олған соңки хаберімізді депіңізге қайырлы ақшамлар ве ратлық күнлеріңіз тынш кечмесіні тілейім. Атырден есе айырылманыз көрішкенже.